Сәлем достар, сіздермен болған мен Жылзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде анасыз өскен балалар 3-ші бөлім. Бұл бізде соңғы сериясы болады. Бұл сериал сіздерге ұнайды және де қызықты болады деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписация кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз сериямызды бастаймыз. Кеттік. Мен әкемнен бұндай нәрсе күткен жоқпын. Мен әкемді қатты жақсы көріп жүрсем, жарайды. Енді менің әкем жоқ, мен анамды іздеймін кеттім. Барда сен ана қызды шақырып кел, жылап жатқан шығар. Бар, оған бекер айттық қой. Иә, енді анасын іздейтін шығар. Соғы сен де бір айта салып. Жарайды, тезірек барып шақырып келейін. Стресста болып жатқан шығар. Саня қайда? Ол анасын іздеуге шығып кетті ме? Енді ол қайға кеттікен, адасып қалған шығар, ол қаланы білмейді ғой. Тезірек барып іздеу керек оны. Анашым, сіз бе? Анашым, сізді қатты сағындым, күттім ғой. Сізді сонда Саня тапты ма? Я, балаларым, мен де сендерді қатты сағындым. Әкелерің болмаса, бәріміз бірге тұрушы едік. Ендеше кеттік, үйге кірейік. Анамды сыртта тұрғызған болмайды. Кіріңіз, анашым. Ой, рахмет. Балаларым, мен сендерді қатты сағынып қалыппын ғой. Әкелерің болмаса, мен сендерді әкеліп кеткім келген. Бірақ әкелерің ғой, өздері қызым, сен білмейтін шығарсың, бірақ мен саған айтқым келген. Иә, анашым, мен білмедім, мен жаңерте ғана білдім. Мен ертерек білгенде, мүмкін сіз біздің қасымызда болып бақытты өмір сүруші едік ертерек. Ал бірақ қазір де біз бақытты өмір сүреміз деп ойлаймын. Әкем қарсы болмаса, әкем енді ішпесе болушы еді. Жұмысқа тұрып дегендей, сол кезде бақытты өмір сүретін едік. Иә, мен де қарындасыма келісемін. Мен де келісемін. Қалайсыңдар? Мен сендерден кешірім сұрағым келіп отыр. Менікі дұрыс болмады. Я, қызым, мені кешір. Сен анаңды қатты сағындың. Мен сендерден кешірім сұраймын, енді мен арақ ішпеймін, мен жөнделемін. Мені кешіресіңдер ме? Я, кешіремін. Мен де кешіремін, әке. Мен де, әке, сізді кешіремін. Сөйлейсіз. Давай басынан. Мен де сені кешірермін енді, келесіде етпесең. Достар, осымен бізде анасыз өскен балалар сериалы аяқталады. Бұл бізде соңғы сериясы. Сіздерге бұл сериал қаттырақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса, әрине де менің еңбегімді бағалап, қолдап кетсеңіздер болды. Сіздерден өте қиын нәрсені сұрап жатқан жоқпын. Тек қана лайкты басып, подписация және де комментарияларыңызды, өз пікірлеріңізді бөлсеңіздер болады. Және де менің видеоларымның бүкілін қарасаңыздар, өте күшті болушы еді. Сіздерге тек осы нәрсе ғана керек. Мен сіздерге осыны айтқым келіп отыр. Енді мен келесіде қандай сериал түсірейін, мен кейбіреулерін таңдағам, енді таңдамаған қыздардікін алатын боламын. Сол себепті жазыңыздар, мен яғни таңдамаған қыздардан таңдайтын боламын. Ендеше сау болыңыздар.